Bismillahirrahmanirrahim. Алла тағала о баста жақсылықты жаратып, жалпы адам баласының тағдыры мен тәрбиесін оған ізгі жаратқан. Ізгі дегеніміз дүние тіршілігіндегі адам өмірімен байланысты билікті жаратушының өзінен, яғни Алла сөздің ақиқатынан бастау. Біздің өткен ата бабаларымыз билік иелерінің ойынан туындайтын әділетсіз билікті шайтани билік деп таныған. Олар дүние тіршілігіндегі сол билікті жалған билік деп, сол биліктегі өмірін жалған өмір деп бағалаған. Олар дүние тіршілігіндегі адам өміріне шынайы билік пен шынайы өмірді Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз билігінен күткен. Алла тағала о баста жақсылыққа ізгі биліктің ақиқатын өзі айтқан. О баста күллі әлемнің өлшемі Алла сөздің ақиқатымен өлшенген. Әлемдегі тыныштықта, дүние тіршілігіндегі тұрақтылықта о баста сол өлшемге, сол заңдылыққа тұрақтайтын болған. Әл-Фараби мен Абай ілімдерін игеру дегеніміз Алла сөзінің ақиқатынан тұратын әлем заңдылықтарына сай, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін, дүние танымын, олардың өмірге деген көзқарасын және заман ағымынан тұратын қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын рухани тұрғыдан түбегейлі өзгерту. Қазіргі кезде жер бетіне жаманшылықтың толып, әлемдегі тыныштықтың бұзылуы адам өмірімен байланысты қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесінің дұрыс жолға қойылмауында болып отыр. Кезінде философ Оксфорд Шпленгер өмір дегеніміз саясат деген екен. Жалпы адам баласы дүние тіршілігінде ешқашан биліксіз өмір сүрмеген. Саясатпен сен айланыспасаң, саясат сенімен айналысады дейтін сөз билікке байланысты айтылған. Қазақта о баста әлемдегі тыныштық та, дүние тіршілігіндегі тұрақтылық та, әділеттілікке тұрақтаған дейтін сөз бар. Қазіргі кездегі әлемдегі тыныштықтың бұзылуы қоғамдық жүйенің басындағы әділетсіз билік иелерінің амал ісінен туындап отырған жағдайлар деп қарау керек. Абайдың әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек дейтін сөзі де, Әл-Фарабидің айналар ілімі де қоғам туралы айтылған. Біз білетін жер бетінде екі қоғамдық жүйе бар. Бірі Карл Маркс идеясынан туындаған социалистік қоғамдық жүйе, оған Қытай елі басшылық жасайды. Екіншісі капиталистердің елігіндегі азаматтық қоғамдық жүйе, оған Америка еліндегі масондық билік басшылық жасайды. Осы екі қоғамның танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын зерттейтін болсақ, онда осы екі қоғамның тәрбиесінен халыққа ешқандай жақсылығы да жоқ, келешегі де жоқ.